Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, тез дайын болатын тіске басардың рецептімен бөлісемін. Бұл тіске басар мерекелік дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Мен бақшадан баялдыларды теріп шығамыз. Қызанақтарымызды да жинаймыз. Баялдымызды ұзынша етіп, жіңішке етіп турап шығамыз. Екі шетін алып тастаймыз. Осындай жіңішкелікте бәрін дәл осылай турап шығамыз. Жіңішкелеп кесілген баялдымызды ең алдымен ұнға батырып аламыз, барлық жеріне тиетіндей етіп. Ұнын қағып, жұмыртқаға батырамыз. Мен жұмыртқаның ішіне тұз салып, жақсылап араластырып алдым. Одан кейін панировкаға аунатамыз. Осылай барлығын қайталаймыз. Енді майымызды қыздырып, баялдымыздың бәрін салып, екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Асты жағы қызарды, енді келесі бетіне аударамыз. Екінші бетте қызарғанша қуырып, одан кейін қағаз майлықтың үстіне қойып аламыз. Сонда барлық майын көзіне сіңіріп алады. Баялдың екінші партиясын саламыз. Осылай бүкіл баялдыны қызарғанша қуырып аламыз, осылай салып. Баялдымызды қуырып алдық, енді салмасын дайындаймыз. Сарымсағымызды осындай сарымсақ езетінің көмегімен езіп аламыз майонездің үстіне. Үстінен тұз сеуіп, ұсақтап туралған укробымызды сеуіп, араластырамыз. Баялдының үстіне соусымызды жағып шығамыз, чұқа етіп.
бір қияр қоямыз және қызанақ қоямыз. Салат жапырағын салып ораймыз. Ашылып кетпеу үшін осындай таяқшамен қыстырып қоямыз. Немесе тұшшыққышпен қыстырып қоюға да болады. Дәл осылай барлығын қайталап шығамыз. Достар, осымен баялдыдан жасалған тіске басарымыз дайын. Баялдыны тек қана жұмыртқаға аунатқаннан көрі панировкаға аунатып пісірген ерекше дәмді болады екен, әрі оңай жасалады. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп кетіңіздер, арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Әрі менің арнамды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау, сәлемете болыңыздар.